Маңғыстау жастары жаңғыру жолында атты өңірлік жастар форумы өтті. Шараның мақсаты жаңа жаһандық жағдайда елімізді дамыта түсу үшін жастардың жігер қуатын біріктіру, жастар көшбасшылар арасындағы диалогтық байланысты қалыптастыру. Форумға облыс әкімі Ералы Тоғжанов және облысымыздағы қала және ауыл мекемелер мен кәсіпорындардың белсенді жастары қатысты. Алдымен маңғыстаулық өнертапқыштар мен кәсіпкерлердің көрмесі болды. Жастар арасында өз істерін дөңгелентіп, жетістікке жеткендермен Ералы Тоғжанов арнайы сөйлесіп, олардың жобаларын қолдап және қолданысқа енгізу үшін басқарма басшыларына арнайы тапсырмада берді. Ал біздің ұсынып отқан механизміміз панельді қозғау арқылы одағы алынатын энергияны 100%-ке дейін жеткізу. Жастар форумының негізгі бөлігінде облыс басшысы Шыңғыс Мұхан, Тимур Бектұрлар сөз алды. Облыс басшысы келер жылы жастарға арналған нақты 100 жоба іске асады деді. Ал шетелде білім алған Шыңғыс Мұхан жастарды жаңа білім, ғылымды игеруге құштарлыққа шақырды. 3 баланың 2-еуі қазір әлемде жоқ жұмыс орнына орналасады екен. 3 баланың 2-еуі қазір жоқ мамандықтың иесі болады екен. Демек, олардың болашағындағы білім әлі туған жоқ, оларға қажет білім әлі туған жоқ. Ал қазіргі білімді үйреніп алып, осымен болдым, тойдым деу, ол көштен қалу. Жастар форумына барлық аудандар мен қалалардан 500-ге тарта белсенді қатысты. Жастардың келер жылдан күтері көп, өйткені 2019 жылға арналған жол картасы аясында 100 нақты шараны іске асыру жоспарланып отыр. Ұлы даланың 7 қыры атты бағдарламалық мақала аясында өз тарихыңды танып біл атты республикалық жастар экспедициясы. Ақтау саммитінің 1 жылдығы қарсаңында Маңғыстау өңірімен шекаралас мемлекеттер аймақтар жастарының жастар достығы 2019 халықаралық форум сияқты ірі шаралар жоспарланған. Дегеніміз біз Маңғыстау жастар жылын биылдан бастап тойлап кеттік. Келесі жылға үлкен сенім артып отыр. Сондықтан жастармен бірге, жастар орталығымен бірге жұмыс жасап, алдағы уақытта Маңғыстаудың намысын, Маңғыстаудың туын көкке желбіретіп, елбасымыздың сенімін ақтап, жастар жылында баршаңызға жақсы сәттілік тілеймін. Форум барысында облыстың үздік жастарына Жас тұлпар 2018 жастар премиясын облыс әкімі Ералы Тоғжанов тапсырды. Өз саласында озық шыққан мамандар үздік спортшы, үздік меценат, жас өнертапқыш, бейбіт кезең батыры, үздік ерікті, үздік жас журналист аталымдарымен мадақталды. Кәсіби журналист, Маңғыстау телеарнасының журналист-редакторы, армия генералы Сағадет Нұрмағамбетов медалінің иегері, алтын қалам, шаңырақ байқауының жеңімпазы. Үздіктердің бірі Айман Нұрмағамбет журналистика саласында 6 жылдан бері үздіксіз еңбек етіп келеді. Еңбек жолын республикалық СТВ арнасынан бастаған, кейін Қазақ радиосында қызметте болды. Маңғыстау арнасының журналисі, апта ақпарат апта қорытындысының тізгіншісі. Үздік жастардың қатарынан көрінгеніме қуаныштымын. Жалпы еңбегімді елеп ескеріп жатқандарына рахмет. Күн демей, біздің қызмет негізі өте ауыр. Күн демей, түн демей кез келген уақытта өңірде болып жатқан оқиғаларды жеткізіп отырамыз. Жалпы біздің міндет ақпаратты уақытылы, деректерді дәлдікпен жеткізу. Барша жастарды бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Жиын соңы жастардың мерекелік концертіне ұласты. Кеш қонағы ретінде Мен қазақпын мега жобасының жеңімпазы Оспан Құлсымақ өнер көрсетті. Ақсындар Табылды, Саламат Қайып, Каспий ақпарат.